Міне, Кыға селосында міне көруге келген ата-аналар бар екен, құрметпенен міне үлкен әжелеріміздің бірі. Атыңызды кім айта беріңіз? Мен сәлеметсіздер, мен ана сәлеметсіздер, мен мына бүгінгі Берік Қожанқұловтың класс жетекшісі болғанмын. Содан енді бұл бала туралы айтатын болсам, Құйған мектебінің керемет ауылға ұстап, баласы оқушысы болды. Мектепті қызылмен бітірді. ЮСУ-ға түсе алмады да, оны бітірді. Ал енді оның адамгершілігі, оның кішіпейілділігі, оның сондай ұйымдастырғыш қабілеті бәрі керемет болатын. Мен Славянка деген жерде тұрдым, жақтан ауысып. Сонда Алматыдан келесі, шамасы келсе сол күні келмесе таңертесінде бір ұшақ гүлін алып амандасуға келетін. Құмарбек деген мен жолдасым. Кім дегенсіз сіз? Мен Құмания атым. Фамилияңыз? Сванова. Сванова, Құманыма. О, өте жақсы екеніміз бізге. Міне қараңыздар, менің Берік бауырымның қасиетіменен құрметін, мұғалімге, ұстазға деген құрметін, міне ұстазды айтып отыр. Ұстазда аман сау екен, осы жақсылықтарды айтып отырған. Ал көптің достар, мен түсіп жатырмын жерде. Қане сөзіңізді. Ал енді содан мына балалары ас бергелі жатыр. Атында жүлде болады, соған келіңіз деп Беріктің үйіштері хабарлағаннан кейін енді жасым 70-тен асты, 73-темін. Сонда да анау қаладан, Өскемен қаласынан жолдасымыз екеуміз келдік. Жаңа жолдасым Ашылында Семей ме? Өскемен. Өскеменнен келіп Ашыл, иә. Жақсы. Енді тоқтай тұрыңыз, анау тағы айтатыңыз болса бөліп екі бөліп.